Biz neni jutamiz? Neмен демаламыз? Ауамен демаламыз. Biz бүгін ауа туралы зерттеу жұмысын жүргіземіз. Көмектесесіңдер ме маған? Жақсы. Ал ендеше біз қызықты деректерге тоқталайық. Ең лас ауасы бұл Қытай елі екен. Иә, дұрыс айтасың. Ал ең таза ауасы жер бұл Швейцария елі екен. Біз күніне, ересек адам, күніне 20 килограмм ауа жұтады екенбіз. Ал 22 мың рет біз тыныс алады екенбіз. Көрінді ме, қандай қызықты деректер. Ал ендеше біз осы айтып отырған ауаны көре аламыз ба көзімізбен? Көре алмаймыз, тек сезіне аламыз, иә? Біз не арқылы ауаны немен жұтамыз? Мұрынмен. Дұрыс айтасың, мұрын арқылы. Ал ендеше біз мына қағазбен көрейікші. Желдетек. Жел арқылы біз ауаны сезіп тұрмыз ба? Сезіп тұрмыз, жақсы. Ол біздің бірінші жұмысымыз, иә? Ал екінші жұмысымыз. Ол үшін біз балалар 2 стакан беремізге. 2 стакан. Сосын қағаз. Осы мақтайсыздар. Құмақтағы. Иә. Құмақтағы. Енді қыздар стакан кеңес алды. Ал су үйе. Ең жібер дейміз. Мынау енді қабыл ойына қағаз. Қыздар қалай? Өткен үсті бөлге. Осының үстінде салмас. Су әкелге сал. Енді жайлы ал. Жақсы. Енді қара. Тұрғақ сен қағаз. Қара. Әдет. Су қалған. Тұрғақ. Жақсы. Ал енді сен мәжмұшкені сен сал. Сен сал. Жетіп. Ал. Жақсы. Қара. Тұрғақ деген. Су деген қағазда. Шын сал. Қандай? Тұрғақ па? Тұрғақ, иә. Тұрғақ. Өйткені мына балдарына түбінде, мына стакан түбінде ауа бар. Ауа дымғыздау, иә? Дымғыздау біз салдық, сондықтан ауа суды жібермей тұр. Сондықтан мына қағазымыз біздің тұрғақ болып тұр. Балдар, біз енді келесі зерттеуімізді жасаймыз. Мынау не балдар? Иә, апельсин. Иә, мынаның несі бар? Қабығы бар, ал мынаның жоқ. Қабығы жоқ, иә. Енді тәрелкеге көрейік. Мына тәрелкеге біз су саламыз, ыдысқа су құямыз. Суды молынан құйды. Ал енді абай салшы. Қабығы бар. Нені салып атсың сен? Мандарин. Иә, қабығы бар. Апельсинді, иә? Қабығы бар апельсин. Енді Назимаш сен мынаны сал. Қабығы жоқты сал. Қабығы бар. Қайда жүр? Судың жоғарында. Судың бетінде жүр, иә, қалқып. Ал енді қабығы жоқ апельсин астында. Қараңыздар, мына қабығында ауа қабаты бар. Апельсиннің қабығының ішінде ауа қабаты бар. Сондықтан ол не істемейді? Батпайды. Судың бетінде қалқып жүр, иә? Өйткені ауа бар. Ауа деген судан жеңіл ғой. Судан жеңіл. Сондықтан ол судың бетінде жүр, иә? Ал қабығы жоқ апельсин астында жүр. Дұрыс. Келесі біздің зерттеу жұмысымыз фонтан деп аталады. Сендерге ұнайды деп ойлаймын. Ол үшін бізге мынандай бітіргі, сосын ыдыс, су, шар, мынандай түтікше, сосын қашырек бар, иә? Енді қазір сен шарды үрейден алып жоқ. Мен бақылашқа кішкене тесіп алайын. Енді болды, түтікшені салды дейсің еді. Енді біз шамыз беріп. Мен алдыға кішкене, ішінде шарды бар. Ауа бар секілсің, иә? Соны қызалып тұр қазір. Енді қарайық қалай. Ол қарайық. Судың шарды есіне серпінен суға батыр. Көрдің ме? Басқа суға батыр. Серпінді. Қандай көрдік, иә? Шардың ішінде ауа бар, соның серпінен ағылар су. Әлі қарайық. Кішкене алып тұрсын. Қабыл сесін. Қайта қарайық. Қайта сесін. Тоқталды. Балалар сендер, қай зерттеу жұмысы ұнады? Фонтан ба, әлде мына қағазбен ба, әлде апельсинмен бе? Фонтан, иә? Фонтан ұнады. Назима, саған қайсысы ұнады? Фонтан? Жақсы. Міне бүгін біздер балалар зертхана жұмысын жүргіздік. Не туралы? Нені қасиеттер туралы айттық? Ауаның. Міне, ауа ең маңызды адам үшін, иә? Бүкіл жанды табиғат үшін ауа ең маңызды. Жақсы, рахмет балалар.